Баршаңызға ассалаумағалейкум, құрметті менің YouTube көрермендерім, сіздердің назарларыңызға өткенде біздер деген 16-шы сонымен датаға дейін қарастырған болатынбыз. Бұл Қазақстан тарихы бойынша 100 даты өткен сонымен сабағымызды біздер бастаған болатынбыз. Енді осы жаңа сабағымызды қайтара жалғастыруға тырысамыз. Сонымен кеттік. Бірінші, бізде енді мына 17-ші нөмірмен тұрған бұл 11-ші ғасырда Жүсіп Баласағұлидың Құтты білік поэмасының жазылған мерзімі. Жалпы құтты білік немесе құтадғу білік деп те келуі мүмкін. Жүсіп Баласағұлидың өзі Баласағұн қаласынан шыққан, Қарахан дәуірінде өмір сүрген. Ол өзінің мына Құтты білік поэмасын жазып, оны Сүлеймен Арслан деген ханға сыйлыққа тартқан деп береді. Бұрынғы ескі базда солай келетін. Бұл поэманың жазылған уақытын біздер дүниежүзі тарихы оқулығынан білеміз. Дүниежүзі тарихы оқулығында ежелгі шығыс мәдениеті деген тақырыпта ол поэманың 1069 жылы жазылғандығы беріледі бізге. Сонымен екі пән бір-бірін толықтыратындығын көреміз. Сонымен Жүсіп Баласағұлидың Құтты білік поэмасы жазылған уақыты 1069 жыл, демек ол 11-ші ғасыр. Және мынандай бір қызық дерек келтіріледі, сол Қарахан мемлекетінің ханы Сүлеймен Арслан бұл Жүсіп Баласағұлид сол өзінің еңбегін оған сыйға тартқасын, оған ұлы уәзір немесе хас хажид деген атақ береді. Бұл қазір құтты білік немесе құтадғу білік шығармасы қазір қайтадан өңделіп баспадан проза түрінде басылып жатыр. Оқуға кеңес беремін. Оған жазылуға үлес қосқан авторлардың бары Бекарыс Дүреман деген ғалым ағамыздың еңбегі деп айтуға болады. Келесі 18-ші даты ол бізде 12-ші ғасыр Қожа Ахмет Яссауидің Диуани Хикмет еңбегінің жазылған мерзімі. Бұл енді Қожа Ахмет Яссауи бізде сонымен сопылық ағымның үлкен негізін салушылардың бірі болып есептеледі. Оның еңбегі Диуани Хикмет немесе даналық кітабы. Сонымен жергілікті сол халықты имандылыққа, адалдыққа баулыған үлкен бір немесе жақсылыққа шақырған үлкен еңбегі деп айтуға болады. Жалпы Қожа Ахмет Яссауидің сосын біздерде көп деректерде оның ұстазы Арыстан баб деп келеді. Шындығында ол Арыстан баб оның рухани ұстазы екендігіне үлкен назар аударған. Себебі бізде Қожа Ахмет Яссауидің өмір сүрген жылдары ол нақты беріледі. Ол 1103 және 1167 жылдар. Ал енді біздер қарап отыратын болсақ, Арыстан баб ол 7-ші шамамен 8-ші ғасырларда өмір сүрген. Екеуінің арасында Қожа Ахмет Яссауидің өзі соны 12-ші ғасырда өмір сүрді деген күннің өзінде, Арыстан бабтың өзі 8-ші ғасырда өмір сүрді деген күннің өзінде екеуінің арасында аттай 4 ғасыр бар екендігін көреміз. Сондықтан бұл екі енді дін жанашырларының кездесуі негізі мүмкін емес деп айтамыз. Сондықтан осындай нәрсеге тоқтаған жөн, объективті болған жөн. Сонымен 19-шы бізде дата бұл 960 жыл Қарахан мемлекетінде ислам діні мемлекеттік дін деп жариялануы. Бұл енді бізде ол түсінікті. Қарахан мемлекетінде ислам діні мемлекеттік дін деп жарияланған уақыты бұл Қарахан мемлекетінің билеушісі Мұсаның кезінде болған болатын. Ол Мұса, ол Сатық Бораханның баласы ретінде бізде сипатталады. Жалпы енді соңғы біздерде ОБТ-да мынандай сұрақтар келіп жүр. Қарахан мемлекетінде сонымен ең бірінші болып хан, ислам дінін қабылдаған хан деп келетін болса, ол бізде Сатық Боранның өзі. Ал енді мемлекеттік дін дәрежесіне көтерілді деп келетін болса, онда бізде әрине Мұса хан немесе Мұса қаған деп те айтамыз. Жалпы Мұса қағанның бізде негізі өмір сүрген уақыты, соның барлығы сипатталатын еңбек Тазкира и Боғрахан деген негізі бұрын шығарма болатын ескі базда айтылатын. Қазір оны алып тастағандығын көреміз. Келесі 20-ші сұрақ ол бізде 11-ші ғасырдың басы, 13-ші ғасырдың басы аралығы бұл Қыпшақ хандығының өмір сүрген мерзімі. Жалпы негізі Қыпшақ деген этноним сонымен жалпы енді ежелгі түрік жазбаларында кездесетіндігі айтылады, және олардың 8-ші ғасырдан бастап қалыптаса бастағаны айтылады Қыпшақ этникалық бірлестігінің, және олар Қимақ мемлекетінің қарамағында болғандығы айтылады қазіргі базада. Және олардың мемлекеті Қимақ қағанатын құлатқаннан кейін барып пайда болды. 13-ші ғасырдың басында құлады, оған құлауға себеп болған 1219 жылы Отырардың күйреуі деп айтамыз. Жалпы негізі Қыпшақ мемлекетінің тарихы біздің оқулықтарда өте аз беріледі. Шындығында Қыпшақ хандығының негізі тарихы деген өте негізі бай шындығында. Келесі, енді өзіңіз ойлаңыз, Алтайдан бастап Дунайға дейінгі үлкен аралықта сонымен мемлекет құрған жалпы жауынгер тайпа. Келесі бізде 21-ші сұрақ, бұл бізде 21-ші дата 1342-1357 жылдары Алтын Ордада Жәнібектің билік құрған жылдары. Бұл атақты енді Жәнібек хан, оның әкесі Өзбек және Жәнібек екеуі сонымен әкелі балалы Алтын Орданы гүлдендірген атақты хандар. Аңызға сенсек, бұл Жәнібек хан деген Сарайшық қаласында жерленген деп айтады. Бұл енді Сарайшық Атыраудан
ондай алыс емес жерде орналасқан қазіргі жартылай енді жайықтың астына кеткен сондай бір атақты қала. Оны енді негізін жошы ұрпақтар қалады деп айтамыз біздер қазіргі базада. Сонымен 22-ші келесі дат ол бізде 1382 жыл Тоқтамыс хан Мәскеуді өртеп, орыс князьдерінің салық төлеуін қалпына келтірген уақыты. Енді ол сонымен салықты төлеуін қалпына келтірді деген нәрсеге мына жерде тоқталатын болсақ, жалпы ол уақытта негізінен 1300 біздер 61 жылы мына Дмитрий Ивановичтің кейін Донской деген атақ алады, ол мына 1380 жылы Куликово шайқасынан кейін. Сол 1361 жылы Алтын Ордаға салық төлеуді тоқтатады. Алтын Орданың өзінде ол уақытта 1359-1379 жылдардың аралығында 20 жылда 20-дан астам хан ауыстырып береді, кейбір деректерде 25 хан ауыстырып береді. Сол алмағайып кезеңді пайдаланып, орыс князьдері Алтын Ордаға салық төлеуді тоқтатқан. Енді біз бәріміз білеміз, сол 1380 жылғы Куликово шайқасында Дмитрий Иванович немесе Дмитрий Донской Алтын Орданың бектілербегі Мамайды жеңеді. Мамайды жеңеді, одан кейін Мамай деген сонымен екі оттың ортасында қалып, ол өзінің Алтын Ордадағы билігінен айырылады. Тоқтамыс оның билігін тартып алады. Сөйтіп ол бір жағынан Дмитрий Донскойдан жеңіледі, сөйтіп екі оттың ортасында қалады. Қазақта осыған байланысты сөз бар деп айтамыз ылғайда балаларға. Өлдің Мамай, қор болдың деген сөз бар қазақта. Яғни ешқандай бір шешім таппаған бір бейшара халге түскен жағдайды суреттейді осылай. Сонымен қалай болғанда 1382 жылы Тоқтамыс хан осы әділеттілікті орнату үшін деп есептеледі енді Алтын Орда тарапынан ойлайтын болсақ. Сөйтіп ол 1382 жылы Мәскеуді басып кіреді, сөйтіп Мәскеуді өртейді. Және көп жыл бойы жиналмаған, яғни 1361-ден бастап жиналмаған салықтың барлығын жинап өзінің қазынасын толтырды деп айтады. Енді келесі 23-ші дат ол бізде 1428-1468 жылдары билік қылған мынау көшпелі өзбектер мемлекетінің ханы Әбілқайыр немесе Шайбани Әбілқайыр деп қасына жазып қойған жөн болатын болар. Шайбани Әбілқайыр. Жалпы бізде негізі тарихта аттас тұлғалар өте көп, сондықтан шатыспаған жөн болар. Енді бұл 15-ші ғасыр, сонымен 1428-1468 жылдар Әбілқайыр хандығы көшпелі өзбектер мемлекеті, ол 92 баулы қыпшақтың көмегімен құрылған мемлекет деп айтады. Оның негізгі тірегі Қыпшақ руы болғандығы айтылады. Ол туралы енді жалпы өте кең зерттелген тақырып. Жалпы Әбілқайырдың өзі ең бірінші және ең соңғы ханы болған. Дала дәстүрі бойынша бұл кісінің негізі өзінің шыққан тегі негізі Шайбан болып табылады. Ол жошы ұрпағы болып есептеледі. Кейбір деректерде Шайбан деген бұл жошының 5-ші баласы деп суреттеледі. Шибан деп келеді кейбір деректерде. Ал енді мына Әбілқайырдың осы кейбір деректерде дәстүрге сай емес басқаруына себеп болды деп айтатын нәрсе, ол 1428 жылы Әбілқайыр хан өзі Шайбани ұлысының өкілі бола тұрып, ол жошының үлкен баласы Орда еженнің ұлысын жаулап алады. Яғни 1428 жылы Әбілқайыр Ақ Орданы жаулап алып, сол жерде өзінің көшпелі өзбектер мемлекетінің негізін қалайды. Осылайша ол Әбілқайыр хандығы өмір сүрген уақыт. Енді Әбілқайыр өлгеннен кейін ол бізге белгілі. Оның енді мына Шейх Хайдар және Шах Будақ деген балалар болған. Ол біздің мына Керей мен Жәнібекпен өте сондай қарама-қарсы жағдайда өмір сүргендігі айтылатыны, және одан кейінгі Әбілқайырдың атақты немересі Мұхаммед Шайбани ол енді Қасымның және Бұрындықтың қарсыласы болғандығы бізде айтылатын еді. Келесі 24-ші даты ол бізде 1465 жыл Қазақ хандығының құрылуы. Бұл енді өте бір мәшһүр даты деп есептейміз. Балалар енді бұдан қателесуі мүмкін емес. Себебі бұл даты әбден танымал болған. Енді бұл Қазақ хандығының нақты құрылуына байланысты бізде бірден бір дерек келтіретін ол Мұхаммед Хайдар Дулатидің Тарихи Рашиди еңбегі. Жалпы Тарихи Рашиди еңбегі ол 1540-46 жылдары жазылған деп келеді, парсы тілінде жазылған. Ол кісінің өзі де негізі Қазақ хандығының құрылуын хижраның 870 жылдарынан бастайды деп айтылады да, сөйтіп үлкен информация ақпарат беріп келіп, анығын Алла біледі деп береді соңында. Бұл уақытта енді бұл норма болып есептелген. Қалай болғанда да 1465 жыл бізде Қазақ хандығының құрылуы деп алып жүрміз. Келесі 25-ші даты бұл бізде 16-шы ғасырдың басы Қасым ханның билік еткен уақыты. Бұл 1511-1518 жылдар. Оның тұсындағы енді ескі базада мына жерде 1511-18 сызықша 23 деп келетін еді. Орыс деректерінде 23 деп келетін еді. Ал енді шығыс деректерінде Дулатидің деректерінде деп келеді, кейде де 1518 жылдар келеді. Сонымен қалай болғанда да Қасым хан деген оның тұсында халықтың саны 1 миллионға жеткендігі айтылады. Ең бірінші батысқа біздің Қазақ хандығының аты белгілі бола бастаған.
және 300 мың атты әскерді бір мезетте жинай алатындығы айтылатын еді. Және Қасым ханның сонымен 300 мың атты әскерді бір мезетте қондыра алатындығын жазған ол бір ғана кісі емес, Мұхаммед Хайдар Дулати да жазады ол туралы, және Бабыр да жазады ол туралы. Айтпақшы, мына Мұхаммед Хайдар Дулати сол Бабырдың тәрбиесінде болғандығы айтылып кететін еді бұрын. Сонымен 26 дат ол бізде 14 ғасырдың ортасы, 16 ғасырдың басы. Бұл Шағатай ұлысы ыдырағаннан кейін 14 ғасырдың ортасында Моғолстан деген мемлекет құрылған. Осы мемлекеттің өмір сүрген жылдары. Бұл енді бізде Моғолстан мемлекетінің өмір сүрген жылдары ең соңғы хан ретінде бізде Саид немесе Абу Саид деген хан айтылатын еді. Бұл бұрын ескі базаларда Қасым ханнан сонымен көмек сұрайды алғашында, кейін одан ешқандай көмек болмағасын. Сөйтіп ол деген Шығыс Түркістанға көшіп кетті, Қашқар жеріне көшіп кетті деп беретін бұрын. Келесі 27 даты ол 1538-1580 жылдары билік құрған атақты Хақназар немесе кейбір деректерде Ақназар ханның билік еткен уақыты. Бұның енді Хақназар ханның тұсында бұл енді Қасымның ұлы болып есептеледі. Бұл енді бірінші Қасым өлгеннен кейінгі, дүниеден өткеннен кейінгі бір дүрбелең кезеңдерден өтіп барып 38 жыл билікке келген, қазақ хандығына ең ұзақ билік құрған хан болып есептеледі. 42 жыл билік құрған. Сөйтіп оның тұсында үлкен бір келісім шарт болған, ол Бұхараның билеушісі, Бұхараның ханы екінші Абдаллахпен жасасқан ант беріскен шарт деген үлкен бір сондай құжат келісімге қол қойып, олар тізе қосып бірге қимылдайтындығы айтылатын еді. Келесі 28 дат ол бізде 1582 немесе 1580 сызықша 1598 жылдары билік құрған атақты Тәуекел ханның билік құрған уақыты бұл. Немесе бұл жазба деректерде Тәуекел Бахадүр хан деп беретін еді, және оның тұсындағы ең атақты бір өзгеріс жаңалықтардың бірі болып есептелетін. Ол оның кейбір деректерде Тәуекелдің жиені деп келеді, Оразы Мұхаммедтің Қадырғали Қосымұлы Жалайыримен бірге Сібір хандығы даласында мына орыстардың қолына түсуі айтылатын еді. Бұл туралы жалпы сіздер деген Мұхтар Мағауиннің Аласапыран деген романынан оқи аласыздар. Келесі 29 дат ол бізде 16 ғасырдың соңы, 17 ғасырдың басы Есім ханның ескі жолы заңдары шыққан уақыт. Енді бұл Есім ханның неге ескі жол деп аталған себебін тарихшылар түсіндіреді. Бұл Қасым ханның сонымен алғашқы мына 5 бөлімнен тұратын қасқа жолын қайталап, оған тағы бір бөлім қосылды деп келетін еді. Бұл енді ішкі тәртіпті сонымен реттеу үшін қабылданған. Келесі 30 даты ол 1628 немесе 1629 сызықша 1652 жылдар. Бұл Жәңгір ханның немесе Салқам Жәңгірдің ел билеген уақыты. Бұл енді Салқам Жәңгірдің жалпы тарихшылардың айтуы бойынша бүкіл өмірі, саналы ғұмырының барлығы аттың үстінде өткендігі айтады. Өте жауынгер адам болғандығы айтылады. Және оның ең соңғы шайқасы сол 1652 жылы жекпе-жек кезінде болған деп түсіндіретін еді. Ол кісінің өзі сонымен жекпе-жек кезінде мына ойраттардың батырының қолынан қаза болғандығы айтылады. Нағыз батырға тән ерлікпен қаза тапқан. Сонымен 31-ші бізде даты ол бізде 1643 жыл атақты Орбұлақ деген шайқас. Оның енді соңғы уақыттарда біздерде үлкен бір жаңалық ретінде айтып жүрміз. Орбұлақ шайқасы бұл Салқам Жәңгірдің 600 әскер, кейін Жалаңтөс Баһадүрдің 20 мың әскері көмекке келіп, батыр Қонтайшының 50 мың әскеріне қарсы соғысатын үлкен сондай бір шайқас болғандығын айтамыз. Бұл шайқаста сосын соңғы жаңалықтардың бірі болып жүрген Орбұлақ шайқасында қазақтар білтелі мылтықты пайдаландырып келіп жүр. Келесі 32-ші даты ол 1680, 1715 немесе 18 жылдары билік құрған атақты Тәуке ханның билік еткен уақыты. Немесе қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман деп береді, салыстырмалы түрде. Мына Шыңғыс ұрпақтарының сонымен таққа таласын біршама тоқтатқан, жүздерді басқаруды 300 билеріне сеніп тапсырған адам ретінде айтылады. Және Тәуке ханның заманында енді атақты заң қабылданған бұл Тәуке ханның 7 жарғысы, және бұл деген осы заңдардың қабылданғандығы айтылады еді. Енді келесі біздерді ары қарай бұл 33-ші даты 18-ші ғасырдың соңы жаңа айтып кеткен Тәуке ханның 7 жарғы заңдар жинағы Күлтөбенің басында күнде жиын деген сөз болатын еді. Бұл әлі дейін қолданыста бар сөз негізінен. Осы 300-дің билері атақты осы заңды қабылдағандығы бізде айтылады. Келесі енді 34-ші даты ол бізде қазақ тарихындағы үлкен бір қасіретті жылдың басталған уақыты 1723 жыл Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұламаның, яғни ұлы апат жылдары басталған уақыты. Енді қазақтар деген сонымен өздерінің қоныстарынан айырылып, табандары әппақ болғанша шұбырып, сонымен Алқакөл деген көлдің маңына барып сұлап жатты деп түсіндіретін еді. Оны біздің енді сонымен тарихшы ғалымдардың айтуы бойынша. 1723 жыл бізде Ақтабан шұбырын Алқакөл сұлама, ол 1723-27 жылдар болып деп келетін.
35 дата ол бізде 1726-1728 жылдар, бұл атақты бұланты шайқасы, қазақтардың 300-дің сонымен бас қосып ең бірінші мына жоңғарларға соққы берген шайқас ретінде айтылады. Бұл қазіргі орталық Қазақстан, енді қазір бұл Қарағанды облысының территориясы болып есептеледі. Сарысу өзенінің бойы, ол жер кейін мына шайқас қалмақтардың сонымен қырылуына байланысты қалмақ қырылған деп аталып кеткен. Сосын кейбір деректерде бұл айран төгілген шайқас деп келіп жүр. Но бұрын мысалы бізде Жанұзақ Қасымбаевтың кітабында келетін. Қалмақ қырылған деген енді Қабылдиновтың кітабынан келіп жүрді ғой. Бұл енді 16-шы жылғы кітаптарда осы мысалы ақпараттар бар. Енді бұл ескі база болса делегенмен, бірақ біліп жүргеніңіз артық етпейді өзіңізге. Келесі бізде 1729-30 жылдар бұл атақты Аңырақай шайқас. Келесі 37-ші дата ол бізде 1748-1786 жылдар, бұл Әбілқайыр ханның күшсіз ханы, атақты Әбілқайыр ханның ұлы Нұралының билік құрған жылдары. Бұл енді қазақ тарихында үлкен өзгеріске сонымен бір түскен оқиға жылдар болып есептеледі. Неге десеңіз, 1748 жылы Әбілқайыр хан қаза болады, оны орта жүздің атақты сонымен сұлтаны Барақ сұлтан өлтіретін еді ғой. Сөйтіп сол жаңағы қақтығыста қаза болады Әбілқайыр кенеттен. Сөйтіп патша әкімшілігі ең бірінші Нұралыны осы яғни билікке тағайындады деп келеді бізде. Келесі 38-ші дата ол 1771-81 жылдары қазақ хандығының атақты хандарының бірі Абылайдың сонымен қазақ хандығын басқарған жылдары. Енді бұл Абылайдың тұсында өте үлкен өзгерістер болған. Қазақ хандығы шекарасы бекітті деп айтамыз. Қанша жағдайдан күрделі болса да Қытай мемлекетімен арадағы байланысты реттей алды. Орыс мемлекетімен және сәтті сонымен дипломатиялық саясат жүргізді деп сипаттаймыз біздер. Қалай болғанда өзінің заманына сай тұлға болғандығы суреттеледі. Келесі 39-шы дата бізде бұл 1783-1797 жылдары Сырым датылы бастаған ұлт-азаттық көтерілістің кіші жүз аумағында болғандығы айтылады. Бұл енді шайқас, жалпы бұл көтеріліс деген негізі арасына үзілістер салып 14 жылға созылғандығы айтылады. Бұрын сонымен көтерілісті біздер үлкен екі кезеңге бөліп қарастыратын едік. Бұл енді атақты Байбақты руынан шыққан, сонымен кіші жүздің атақты батыры әрі биі, өзі старшын болған, сонымен Сырым датылы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс. Енді оқушылар, бүгінгі сонымен біздің сабағымызда аталған даталарды біздер қарап шықтық. Ұнасаңыздар лайк басып, сонымен бөлісіп қойыңыздар. Тыңдағандарыңызға баршаңызға рахмет. Сіздердің зейіндеріңіз ашылсын деген тілекпен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз.